Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің сүйікті салатыммен бөлісемін. Баялды салаты, жасалу жолы оңай, қолжетімді азық-түлік әрине. Бұл салаттың ерекшелігі тұздығында. Біздің тұздығымыз қышқыл тәтті тұздық. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен 2 орташа баялды қажет. Қабықтарын ашып тастаймыз. Жеуге ыңғайлы етіп тураймыз. Майда турап қоймаңыздар, өйткені біз қуырамыз. Қуыру барысында көлемі кішкене кішірейеді. Туралған баялдыға 2 ас қасық крахмал қосамыз. Крахмал сіздерде қандай бар, сондай қоса беріңіздер. Картоп крахмалы болсын, жүгері крахмалы болсын, бола береді. Енді тұздығын дайындаймыз. Бізге 1 ас қасық бал қажет. Сіздерде бал болмаса, 2 ас қасық қант қосасыздар. Жарты лимонның шырыны, тұз бұрыш, кинза, зәйтүн майы және сарымсақ. Сарымсақтан мен 2 қостым, сіздер 1 қоссаңыздар да болады. 1 ас қасықты толтырмай зәйтүн майын қосамыз балға. Лимонның шырыны, татымына қарай бұрыш, тұз қосасыздар. Жақсылап араластырамыз. Біздің балымыз еріп, бір келкі массаға айлану қажет. Дайын болған тұздықты шетке қойып қоясыздар. Кинзаны ірілеу етіп тураңыздар. Сіздер жартысын қоссаңыздар да болады. Енді қызып тұрған майға баялдыны қуырып аламыз. Осылай қызартып қуырып аласыздар. Бір жақсы жері тез қуырылады. Осылай бауырсақ құсап әдемі болып шығады, формасын жоғалтпайды. Енді қуырылған баялдымызды үлкен ыдысқа салып, кинзамызды саламыз, тұздығымызды құйып шығамыз. 2 ас қасық соя тұздығын қосасыздар. Араластырамыз. Енді салатымызды тәрелкеге саламыз. Әсемдеу ол өз фантазияларыңыз. Әрине, черри қызанағы менде болғанда жақсы болар еді, бірақ мен кәдімгі қызанақты турап осылай шет-шетіне қойып шықтым. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салат сіздерге де ұнайды. Қонақтарыңызға да ұнайды. Негізі күнделікті бұлай жасағанға өте жақсы дәмді салаттардың бірі. Менің видеомды тамашалағандарыңызға үлкен рахмет.